ERG, яғни Eurasian Resources Group деген атпен белгілі халықаралық компаниялар тобы әлемге тау-кен өндірісі мен шикізат өнімін ұсынады. ERG Қазақстанда, Бразилияда және орталық Африкада жұмыс жүргізеді. Оның Қазақстандағы жұмысы көңіл марқайтып, ауыз толтырып айтарлықтай болмай тұр. Қазақстан үкіметіне проблема әкеліп жатқан халықаралық бизнес құрылымдарының бірі осы компания. Мұны неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы жиі ескертіп, зерттеу материалдарын жариялап жүр. Порталда 25 сәуірде жарияланған мақала соңғы 2 жылда 1 цент те қосылмаған ERG-дің Қазақстанға төлеуі тиіс дивиденді неге өспейді деген тақырыппен басталады. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Я, шынында, дивиденд неге өспейді? Оны біз материалдағы мынадай мән жайлардан білеміз. Әйгілі Еуразиялық үштік Машкевич, Шодиев, Ибрагимов құрған ERG туралы жазудаяқ жазып келеміз. Басты сұрақ мынау: дивиденд неге өспейді? Өкінішке қарай бұл сұраққа жауап табу мүмкін болмай тұр. Өткен жылы маусымда қаржы министрі Мәди Такеевтің атына ресми сауал жолдап, бірнеше сұрақ қойғанбыз. Сұрақтардың бір парасы төмендегі Машкевичтің жағдайы мүшкіл деген қауесет бар. Компанияның саясаты өзгере ме? 2017 жылдан бері қарай ERG компаниясы Қазақстан үкіметіне төлеген дивидендінің нақты сомасы қанша? Дивиденд бұғаттан қашан босайды және ERG арнайы есепшотқа аударған дивиденд көлемі қанша? Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде компанияның жұмысын қаншалықты қадағалап отырсыз? Сұрақтар адресатқа жеткен соң 8 күн дегенде қаржы вице-министрі Ержан Біржановтан жауап келді. Ержан Біржанов дивиденд сомасына қатысты былай дейді: ERG-дің аудиттелген қаржылық есептілігіне сәйкес 2017-2023 жылдар аралығында 392 миллион ақш доллары, салықтарды есепке алғанда бұл салықтарды шегергенде 388,4 миллион ақш доллары Қазақстан Республикасы үкіметіне төленуге тиісті дивидендтер ретінде жарияланды. Оның атынан Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті әрекет етеді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 22,8 миллион ақш доллары мөлшерінде салықтарды шегергенде дивидендтер тікелей Қазақстан Республикасының бюджетіне төленді. 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасының үкіметіне төленуге жататын 365,6 миллион ақш доллары мөлшерінде салықтарды шегергенде жарияланған дивидендтер ERG арнайы банктық шоттарында болады және төлеу үшін шектелген. Жуырда дивидендке қатысты нақты сауалдарымызды қаржы министрі Мәди Такеевтің атына тағы жолдағанбыз. Бұл жолы вице-министр Дәурен Темірбековтен жауап келіпті. Ол былай дейді: Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі неге медиа редакциясынан келіп түскен сұрауларға берілген жауаптар шеңберінде бұрын хабарланғандай компаниядан өзіне тиесілі 40% акциялар пакетіне Қазақстан Республикасына тиесілі дивидендтер сомасы 365,6 миллион ақш долларын құрайды. Қазіргі уақытта дивидендтер төлеуге бұрын кедергі келтірген сот шектеулерін алып тастауға байланысты екі елдің Қазақстан Республикасы мен Люксембург заңнамасын ескере отырып, Қазақстан Республикасының пайдасына дивидендтер төлеуді ресімдеу рәсімдері жүргізілуде. Яғни соңғы 2 жылда мемлекетке тиесілі дивидендке 1 цент те қосылмаған. Бұл сома неге өспейді? ERG қаржылық есептілігін неге жарияламайды? Компанияның 40% үлесінің иесі үкімет неге мұны талап етпейді? 2023 жылы қаңтарда елге қайтару қоғамдық қорының жетекшілері Болат Әбілов пен Оразалы Ержанов және сарапшы Ескендір Бейсенбетов ERG тобының қызметіне байланысты жиын өткізіп, бас прокурор Берік Асылов пен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сол кездегі төрағасы Олжас Бектеновтың атына арыз жолдаған. Олар Еуразиялық топтың директорлар кеңесінде Қазақстан атынан өкілдік еткен үкімет мүшелерінің әрекеті не әрекетсіздігі мемлекет мүддесіне айтарлықтай зиян тигізген мәлімдеген. ERG-дің Қазақстанға төлеуі тиіс дивиденд сомасы тым аз екенін, дивиденд көлемі миллиардтармен есептелуі керек екенін спикерлер
сол кезде айтқан. Мәселен 2017-2021 жылдары Еуразиялық топ Қазақстан бюджетіне тапқан табысының 40%-ын дивиденд ретінде төлеуге міндеттелген. Бұл шамамен 4-5 миллиард доллар болуы керек. ERG-дің 2021 жылға дейінгі корпоративті есебіне қарағанда мұрты аз майланбағанын байқаймыз. 2017 жылы 2,9 миллиард доллар, 2018 жылы 1,913 миллиард доллар, 2019 жылы 1,538 миллиард доллар, 2020 жылы 2,123 миллиард доллар, 2021 жылы 4,210 миллиард доллар пайда тапқан. Одан беріде 4 жыл уақыт өтті. Осы мерзім ішінде ERG байған үстіне байы түспесе кедейленген жоқ. Ендеше дивиденд көлемі де артуы керек емес пе? Кейбір деректерге қарағанда 2018-2023 жылдары Еуразиялық топ 11,774 миллиард ақш доллары пайда тапқан. Сөйте тұра олар мемлекетке бар жоғы 365,6 миллион доллар аударған, бірақ оның өзі арнайы есеп шотта жатыр. Соңғы жылдары үкімет ауысты, министрлер ауысты, бірақ ERG төлеуі тиіс дивидендке қатысты жағдай өзгерген жоқ. Дивиденд неге аз, неге өспейді деген сұрақтардың әлі басы ашық. Бәлкім бұрынғы бас антикор, қазіргі үкімет басшысы Олжас Бектеновтің бір білгені бар шығар. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.